الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي يسر ولا توسر ربي تمم بالخير. الله تعالى сансыз мадақ, ардақты пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафаға, оның отбасына, барлық сахабаларға салауат пен сәлем болсын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Қадірменді жамағат, қасиетті жұма күні алыс жақыннан әлемдердің Раббысы жаратушымыз иеміздің разылығын аламыз деп қасиетті мешітке басып келген әр қадамдарыңызға Аллах Тағала сансыз сауаптар жазсын. Бүгінгі жұма күніміз баршамызға құтты мұбарак болғай. Қадірменді жамағат, бүгінгі жұма күнгі уағызымыздың тақырыбы тазалық иманның жартысы. Тазалық бұл адамның ішкі мәдениетін, тәрбиесінің, жан дүниесінің айнасы. Асыл дініміз исламда тазалық ол басты шарттардың бірі. Тазалық ол иманымыздың айнасы. Сондықтан әрбір адам тазалыққа ерекше мән беру керек. Исламда тазалық дегенде тек қана сыртқы тазалық назарға алынбайды. Тазалық дегенде ішкі тазалық және сыртқы тазалық деген ұғымдар қамтылады. Қасиетті Құранда жаратушымыз Аллах Тағала былай дейді: Астағизу биллах, инналлаха юхиббут тауабина ва юхиббул мутатаххирин. Расында, шүбәсіз Аллах Тағала тәубе етушілер мен тазаланушыларды жақсы көреді дейді. Бақара сүресінің 222 аятында. Ислам дінінде тазалыққа үлкен мән беріледі. Себебі тазалық сізбен біздің иманымызмен тікелей байланысты мәселе. Мұсылманның өміріндегі тазалықтың маңызы мен оның орны туралы ардақты пайғамбарымыз, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, былай деді: Ат-тухуру шатрул иман. Тазалық иманның жартысы. Яғни бұл жердегі пайғамбарымыз айтқан сөзі тухур рухани және тәндік тазалықты білдіреді. Яғни мұсылман адам іштегі ниеті, ықыласы де таза болып, сырттағы материалдық денесі, киімі де таза болуы тиіс. Ең алдымен қадірлі жамағат, әрине ең маңыздысы ол ішкі тазалығы. Ішкі тазалықтың ішіндегі ең маңыздысы жүрек тазалығы. Адам баласындағы бойындағы ең құнды, әрі нәзік, әрі сырлы ағзаның бірі ол жүрек. Жүрек дегеніміз тек қана қан айналдыратын ағза емес. Жүрек, сахабалар айтқан сияқты, адамның патшасы. Ол жүрегімізде сенім мен ниет орналған. Сол сетті жүректегі тазалық сізбен біз үшін өте маңызды. Пайғамбарымыз, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, хадис шәрифінде: Әла ва инна фил жасади мудға, иза салахат салахал жасаду куллуху. Естерінде болсын, арасында адам денесінде бір кесек ет бар. Егер ол дұрыс болса, адамның бүкіл денесі дұрыс болады деп біздерге өсиет қалдырды. Ва иза фасадат фасадал жасаду куллуху ала ва хиял қалб. Ал егер ол бұзылса, бүкіл дене бұзылады, біліп қойыңдар, ол жүрек деп айтып біздерге өсиет қалдырды. Яғни қадірменді жамағат, сізбен біздің жүрегіміз шынайы ықыласқа, Аллаға деген махаббатқа толы болса, ол жүрек сізбен бізді жақсылыққа, жәннатқа жетелейді. Ал жүрегімізді біз сақтап, күнәлі істерден,
жаман ойлардан сақтамасақ, ол жүрегіміз не бұзылып, адам баласын керінше жаманшылыққа қарай жетелейді. Өйткені жүрек адам баласының бойындағы патша, иманда, күпірлік те осы жүректе орын алды. Сосын мұсылман адам әрқашан жүрегіне назар аударып, жүрек тазалығын сақтауы тиіс. Қасиетті Құранда жаратушымыз Аллах Тағала былай дейді: Астағизу биллах, Яума ла янфау малу ва ла банун илля ман аталлаха биқалбин салим. Ол күні қияметте мал да, бала шаға да пайда бермейді. Бірақ кім Аллаға таза жүрекпен келсе, сол ғана құтылады деп қасиетті Құранның Шуара сүресінің 80-89 аятында айтып кетті Аллах Тағала. Яғни сау жүрек дегеніміз, ол жүрегіміз Аллаға серік қосудан, күнәдан ада болған жүрек. Күнә жасап қойса, артынша тәубе еткен, Алладан кешірім сұраған жүректі мензеледі бұл аятта. Яғни адам баласы әрқашан осы күнә атаулардан бойын аулақ ұстап, егер қателесіп қалса, егер сүрінсе, әрине міндетті түрде Алланың рахымы шексіз, тәубеге келіп, Алладан кешірім сұрауы тиіс. Сонда ғана біз ертең Алланың алдына барғанда сау жүрекпен қауышамыз жаратушымыз Аллах Тағаламен. Сосын мұсылман адам әрбір бұйрығын шариғатқа сай шынайы жүрекпен орындауы тиіс. Жүрекке әсер ететін рухани дерттер де көп. Әрбір мұсылман адам таза жүрекпен келеді, бірақ бұл дүниеде жүрегімізді қарайтатын рухани дертке апаратын себептер де бар. Оның бірінші қадірменді жамағат ол рия, біреуге көрсету үшін бір нәрсе жасау. Яғни үлкелі кішілі қандай бір амал болсын, тек қана бір Алланың разылығы үшін жасалу керек. Біреу көрсін, біреу мақтасын деп ниетпен жасалған нәрсе ол рия болып есептеледі, яғни көз бояушылық. Ол да рухани дерттердің бірі. Одан кейінгі көрелмаушылдық. Мұсылман адам басқа бір бауырына Аллах тарапынан бір нығмет, дәреже, бір жақсылық келгенде жүрегінде көрелмаушылық деген жаман амал ниет болмауы тиіс. Мұсылман адам әрқашан екінші бауырына әрқашан тек қана тілектес болуы тиіс. Кейіннен тәкаппарлық. Ол да жүректердің бір дерті. Мұсылман адам ешқашан біреуден жоғармын, мен бұдан артықпын деп ойда болмауы тиіс. Кейіннен өшпенділікпен кек сақтау. Мұсылман адам әрқашан жұмсақ, кешірімді жүректі болу керек. Кек сақтау, кешірмеу деген мұсылманның бойындағы, ықыласты мұсылман бойындағы қасиеттерден болмайды, қадірмен жамағат. Одан кейін нәпсі құмарлық және дүние құмарлық деген рухани жүректің дерттері бар. Бұл дерттер біздің жүрегімізді әлсіретіп қарайтады. Ал қарайған жүрек Алланы ұмытып пендешілікке ұрынады. Сосын мұсылман адам әрқашан шынайылыққа ұмтылып, жүрегін таза ұстау тиіс. Мұндай рухани дерттен жүректі таза ұстау үшін сіз бен біз мына мәселелерге аса назар аудару керекпіз. Әрине ең бірінші Аллаға шынайы тәубе етіп, қателерімізді мойындап, Алладан әрқашан кешіру сұрау арқылы жүрегімізді тазартып отыру керекпіз. Бұл дүниеде ешбір адам жүрегін жағындай қателеспеймін деп айта алмайды. Күллі бани адамы хаттауын дейді пайғамбарымыз. Адам баласының әрбіреуі қателеседі. Қателесушілердің ең жақсысы ол тәубеге келуші дейді. Қателестік пе? Мұсылман адам міндетті түрде тәубеге асуы тиіс. Тәубеге асқан кезде асқан мұсылман ол жүрегіндегі ықыласын сақтайды. Кейіннен Құран оқу. Құран
жүрекке түскен нұр. Мұсылман адам Құран оқып, Құранның мағынасына үніліп, ой жүгіртуі тиіс. Құран мұсылманның қорғаны болады, жүрегін тазартады. Құран оққан адам, Құран жаттаған адам, Құран жайлы ой жүгірткен адамның жүрегі әрқашан таза болып, Аллаға жақын болады. Кейіннен Алланы еске алу, яғни зікір жасап, Алладан әрқашан дұға тілеу. Алланы еске алу арқылы біздің жүректеріміз жұмсарып, жүрегімізде тыныштық орын алады. Одан кейінгі жақсы амалдар жасау, құрметті жамағат. Әрқашан мұсылман адам бұл дүниеде жақсы амал жасап, арқылы жүрегін емдеп, жүрегіне сол арқылы тыныштық орын алып, жүрегі әрқашан ықыласты болады. Кейіннен парыз амалдарға бекем болу. Парыз амалдары бекем болғандан кейін сүннет, нәпіл оразларға аса мән беру. Ол да сізбен біздің жүрегімізді таза ұстап, таза қалпында ұстауға өзінің әсері бар, өзінің жақсылығы бар. Жүрек адамның рухани басқару орталығы. Жүрек таза болса, адамның өмірі де, сөзі де таза болады. Хәкім Абай атамыз құдайшылдық сонда қалпынды таза сақта. Құдай тағала қалпына ардайым қарайды дейді. Қалпынды таза сақта деген, жүрегіңді таза сақта деп Абай атамыз біздерге өсиет етіп қалдырып отыр. Кейіннен қадірменді жамағат, ниет тазалығы. Пайғамбарымыз, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, хадис шәрифінде «Иннамал аъмалу бинният ва иннама ликулли имриин ма нава». Расында әрбір іс ниетке байланысты. Әр адамға тек ниет еткен нәрсесі ғана тиесілі дейді. Бұл хадисті ғалымдарымыз білімнің 1/3 деп айтып кеткен екен. Яғни расында таза ниет кез келген ілімнің, ғибадаттың, тіпті күнделікті тіршіліктің де өзегіне айналады. Кез келген біздің амалымыздың құны, салмағы, қабыл болуы осы ниетке байланысты. Біздің ниетіміз дұрыс болмай, бірақ сыртқы формасы әдемі болса, Алланың алдында ешбір салмағы да, құны да болмайды, қадірмен жамағат. Пайғамбарымыз осы хадисте біздерге «Иннамал аъмалу бинният», расында әрбір амал ниетке байланысты. Яғни әрбір амалымыз Алла үшін ықыласты болуы тиіс. Таза ниетті амалдың рухы, мақсат, мәні, ниетіміз Алланың разылығы үшін болса, қарапайымды іс ғибадатқа, жақсылыққа айналады. Күнделікті істеп атқан амалымызға мән беріп, шынайы жүрекпен, шынайы ықыласпен жасасақ, оның артында Аллах тарапынан үлкен сауаптар бар. Сосын қадірмен жамағат, жүрек иманның мекені, жүрегімізді, ниетімізді әрқашан таза ұстайық. Шынайы ниетпен Алла разылығы үшін әрбір амалымызды орындап, Аллаға жақын болайық. Таза жүрек, шынайы ниет және дұрыс амал мұсылманның адамның өміріндегі 3 тірегі болады. Кейінден қадірмен жамағат, тіл тазалығы. Тіл арқылы сізбен біз иманға келеміз. Тіл арқылы сізбен біз күнәға батуымыз мүмкін. Біз сосын мұсылман адам, пайғамбарымыз өсиет етқандай, әрқашан Алланың салауаты мен сәлемі болсын, әрқашан тілімен жақсылық айтып, жаман сөздерден бойын аулақ ұстауы тиіс. Мән кәна юъмину биллахи вал яумил ахир фальяқул хайран ау лиясмут. Алланың елшісі хадис шәрифінде былай деді: кім Аллаға және қиямет күніне иман келтірсе, жақсы сөз айтсын, немесе үндемесін дейді. Яғни мұсылман адам әрқашан Алланы еске алып, жақсы сөз айтып, бос сөзден, ғайбаттан, өсектен бойын аулақ ұстауы тиіс. Жүсіп Баласұғын бабамыз ақыл ойдың көркі,
Ақыл ойдың көркі тіл, тілдің көркі сөз деген. Сол сен мұсылман адам әрқашан қадірмен жамағат жақсы сөз айтып, өсектерден, ғайбаттардан бойын аулақ ұстауы тиіс. Жаратушымыз Аллах Тағала қасиетті Құранның Бәләд сүресінде былай дейді: Астағизу биллах, Әләм нәжғаллаху айнайын, ва лисанау ва шафатайын. Біз оған көрсін деп екі көзді бірдей бермедік па? Сөйлесін деп бір тіл, қос ерін бермедік па деп қасиетті Құранның Бәләд сүресінде айтып кетті. Солстен адам баласы әрине сөйлеген кезде тілін еркінге жібермей шариғат шеңберінде сөйлеуі тиіс. Үш сөз түрі бар, ол тек сол үш сөз арқылы ғана біз сауапқа бөленеміз. Қалған сөздердің бәрі бос сөзге болады. Аллаға жақсылыққа шақыру, жаманшылықты тыю, Алланы еске алу, құрметті жамағат. Сондықтан мұсылман адам әрқашан тілін жақсылыққа ғана пайдаланып, ізгі сөз, жақсы сөз айтуы тиіс. Бір күні Муаз ибн Джабал, Алла өксен разы болсын, пайғамбарымыздан бір керемет сұрақ сұрайды. Я Алланың елшісі, мені жәннатқа кіргізетін және тозақ отынан сақтайтын, сақтап қоятын, қорғап қоятын бір істі айтыңыз деп сұрайды. Сонда пайғамбарымыз оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын: ей Муаз, мына тіліңді жаман сөзден сақта деген екен. Қараңыздар, қандай құнды насихат. Муаз ибн Джабал айтады: мені жәннатқа кіргізетін және тозақ отынан сақтайтын бір істі айтыңыз дейді. Сонда пайғамбарымыз мына тіліңе ие бол деп айтқан екен. Мына тіліңді жаман сөзден айтудан сақта деген екен. Яғни адамды жәннатқа жетелейтін, тозақтан аман алып қалатын ол жақсы сөз екен. Мұсылман адамның өміріндегі күнделікте пайдаланатын ағзасы тілі. Сізбен бізді жақсылыққа, жәннатқа жетелейді. Егер біз ол арқылы жақсы сөз айтсақ, адамдарды жақсылыққа жетелесек, жаман сөзден оны тыйсақ. Одан кейін қадірменді жамағат, мұсылман адам дене мүшелерін таза ұстау керек. Пайғамбарымыз оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын: 5 нәрсе адам баласының жаратылысынан дейді. Сүндетке отыру, ұятты жердің түктерін тазарту, қолтықты түктен тазарту, тырнақ қысқарту және мұртты басу дейді. Имам Бухарида келген. Екінші бір хадисінде Алланың елшісі оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын: сендердің еш қайсыларың ұйқыдан тұра салысымен қолын жумастан бұрын қандай бір ыдысқа қолын жүгіртпесін, өйткені қолын қайда түнегенін білмейді деген хадистері бар. Осы барлық хадистер, қадірмен жамағат, адам баласының денесін, материалдық тазалығына аса мән беруді шақырады. Мұсылман адам жүрегін тазалығынан кейін күнделікте денесін аптасына бір рет жуыну да шариғатымыз, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның хадисінен шығып жатыр. Кейіннен қадірмен жамағат, қоршаған ортаның тазалығын сақтау. Тазалық имандылықтың көрінісі. Ислам тек қана құлшылық пен жеке басты тазалық ғана емес, қоршаған ортаны таза ұстауға шақырады. Пайғамбарымыз оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, хадис шәрифінде былай дейді: тумитул аза анит тарихи садақа. Жолдағы зиянды нәрсені алып тастау садақа деп айтқан екен. Имам Муслимде келген. Имам Хаджар бұл хадис жайлы былай дейді: бұл істі садақа деп айтудың мәнісі дейді, сен жолдан адамдарға зиян келтірген нәрсені алып қойып атсың. Яғни адамдарға зиян келетін нәрсені сен алып тастаған себебінен Алла бұл нәрсең үшін саған садақаның сауабын беріп отыр. Өйткені ол адамдардың яғни амандығына, сау болуына сен себепкер боласың.
Жолдың бойында не жатуы мүмкін? Тас жатуы мүмкін. Басқа бір зиянды нәрсе болуы мүмкін. Оны сіз алып тастасаңыз, адамдар аман қалуына себеп болады да, сіз Алла тарапынан үлкен сауапқа ие боласыз. Сосын мұсылман адам қоршаған ортаны, ауласын, үйін әрқашан таза ұстауы тиіс. Кейде біз айтып жатамыз, өзіміздің жаңа шағымдарымыз, мына жерде таза емес, мына жерде ластық жатыр. Ол бәрі сол қоғамға да байланысты қадірмен жаңа. Тек қана сол тазалайтын, көше тазалайтын кісілерге ғана байланысты емес, сіз бен біздің және біздің балаларымызға да байланысты. Егер сіз бен біз, бала шағамыз ертең міне демалыс күндер келе жатыр жазда, табиғатқа шығып демалыс алған кезде жерімізді, табиғатымызды ластап, қоқыстарды қай жерге болса тастап беріп, оған мән бермесек тазалыққа, ол иманның, ықыласты, иманды, тақуа мұсылманның келбетінен болмайды қадірмен жамағат. Мұсылман адам өзінің отанын, жерін жақсы көріп, тазалықты сақтауы тиіс. Қазіргі заманда мына ластықтың, қоқыстың және елімізде жаңағындай әр жерге тастауы да ол да үлкен бір мәселенің бірі. Сосын мұсылман әр адам қоршаған ортаның да тазалығын сақтауына өзінің үлесін қосып, әрқашан таза ұстауы тиіс. Пайғамбарымыз, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, былай деген: әл-муслиму мән сәлим әл-муслимуна мин лисанихи ва ядихи. Нағыз мұсылман өзгеге қолмен де тілмен де зиян тигізбеген адам дейді. Ендеше мұсылман адам қоғамда жүргенде де табиғатқа, қоршаған ортаға зиян тигізбей тазалықты ұстануы тиіс. Жоғарыда айтқандай, тазалықтың мақсаты ол жүрек тазалығынан басталып, күнделікті біздің тіршіліктегі де тазалықтың ұғымын қамтиды. Сосын мұсылман адам әрқашан әрбір амалын шынайы жүрекпен әлемдердің Раббысы Аллах Тағаласын жасап, тілін, жүрегін, бақсы ағзаларын күнәлардан сақтап таза ұстау керек. Сол кезде ертең қиямет күнде Алланың алдына барғанда ол сол жүрекпен Алламен қауышиды. Одан кейін мына материалдық тазалық. Күнделікте сіз бен біздің киіміміз, денеміміз, оқитын намазымыз, мешітке келгенде тазалықты сақтау, мешітті құрмет ету, мешітке жанашыр болу. Өйткені әрқашан қарап отырсақ, мешітке кісі көп келеді. Онда да біз өзіміздің тазалыққа өзіміздің де үлесімізді қосу керекпіз. Мұнда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи осы хадисте терең мағына білдіріп жатыр. Яғни мұсылмандар, бұл әдептер, мұсылмандар бір-бірімен бауырмал, тату өмір сүріп, қоғамда болып жатқан әрбір жақсылыққа өздерінің үлестерін қосуы тиіс. Бір нәрсені айтқан кезде бұл нәрсе дұрыс емес деп айтмыз. Адам баласы тазалыққа, қоғамдағы тазалыққа өзінің үлесін қосуы тиіс. Бір күні Харун Рашид бір қарт адамды көреді. Ол қарт адам ағаштың көшетін отырғызып отыр екен. Уа ақсақал, сіз қартайып қалдыңыз, отырғызып жатқан ағашыңыздың жемісін көре алмайсыз, неге бейнеттеніп жатырсыз дегенде, қарт адам былай деп жауап берген екен: бізден бұрынғылар ағаш отырғызды, жемісін біз жедік, енді бұл ағашты ендеше біз де бұл ағаш отырғызайық, жемісін бізден кейінгілер көрсін деп жауап береді. Харун Рашидқа ол кісінің жауабы ұнап, бір уыс алтын береді. Көрдің бе балам, отырып жатқан көшеттің жемісін мен де көрдім деп жауап бергенде, Харун Рашид тағы да бір уыс алтын береді. Әлгі кісі тағы да: басқа ағаштар жылына бір рет жеміс берсе, менің ағашым 2 рет жеміс береді деп жауап қайтарған екен. Қадірменді жамағат, табиғат, көше, қоршаған орта баршасы бізге де аманат. Сосын бұл жерде де біз, бұл мәселеде де тазалықты сақтауымыз тиіс. Әрбір ағаш, гүл, өзен, су ол Алланың берген сіз бен бізге нығметі және аманаты. Суды ластамау, таза ұстау, суды үнемдеу ол имандылықтың, тақуалықтың белгісі.
әсіресе су мәселесін. Қазір әлемде ең құнды нығметтердің бірі осы су, құрметті жамағат. Шариғатымызда суды исрап ету, тіпті дәрет алғанда да айтылады, суды исрап етпеңдер деп пайғамбарымыз біздерге ескертті. Сол суды таза ұстау, ластамау, исрап етпеу, ол жақсылықтың, имандылықтың көріністері. Бір сөзбен айтқанда, тазалық иманның айнасы, қадірмен жамағат. Қоршаған ортаның тазалығы біздің тазалығын сақтау, біздің Аллаға деген, өз-өзімізге деген құрметіміздің көрсеткіші. Сосын мұсылман адам әрқашан осы мәселеге мән беру керек. Ұлтымыздың ұстазы Ибрай Алтынсарин өз бір сөзінде былай дейді: сабаз болсаң жердей бол, жер бәрін шыдап көтереді. Таза болсаң судай бол, су бәрін жуып кетіреді деген. Осындай өсиеттерді біздерге қалдырды. Қадірмен жамағат, тазалық адамның әдебі, мәдениеті, рухани кемелдігінің көрсеткіші. Сондықтан мұсылман адам ішкі жан дүниесін, тәнін, киімін, жейтін асында, қоршаған ортасында таза ұстауы тиіс. Қасиетті Құранда Аллах Тағала былай дейді: «Я айюхаллазина аману кулу мин таййибати ма разақнакум». Уа иман келтіргендер, өздеріне ризық етіп бергенімізден тазасын ғана жеңдер дейді. Яғни мұсылман адамның арқауы ас дейді. Мұсылман адам ас ішкенде де адалын, тазасын, дұрысын ішуі тиіс. Өйткені тазалық бұл осы асқа да қатысты. Сосын мұсылман адамның әрбір амалы, әрбір өмірдегі қадамы тазалық деген ұғыммен бірге жүру керек. Осы бүгінгі уағызымызда біз жүрек тазалығынан бастап материалдық тазалықпен тоқталып отырмыз. Құрметті қадірмен жамағат, әрқашан Аллаға тәубе ететін, Аллаға жақын болатын құлдарының қатарынан болайық. Қасиетті жұма күніміз баршамызға құтты мұбарак болсын. Аллах Тағала алыс жақыннан бүгінгі мешітке басып келген әр қадамдарыңызға сауаптан жасын. Ва ахиру дауана анил хамдулиллахи раббил аламин. Бирахматика я архамар рахимин. Аллаху акбар.